Ассаламу алейкум бауырлар. Бүгін мен Алланың қалауымен тағы бір видео нұсқаулықты түсіруді жөн көрдік. Бұл видео мультиметр жөнінде. Алдымен мультиметр дегеніміз не? Қысқаша айта кетейін, бұл электр тізбегі мен оның компоненттерінің параметрлерін өлшейтін біріктірілген сынақшы, яғни тестер. Құрылғы тек кәсіби салада ғана емес, сонымен қатар күнделікті өмірде де қолдануға ыңғайлы. Электротехникаға жаңадан келген кісілер үшін мультиметрді қалай пайдалану жөнінде қысқаша видео нұсқаулық, аяғына дейін қарап, қазақ тіліндегі арнамыздың дамуына қолдау көрсетейік ағайын. Подписаться батырмасы арқылы жазылуды ұмытпаңыздар. Сонымен мультиметр дегеніміз не? Мультиметр деген бұл бірнеше функцияларды біріктірген электр өлшеуші құрылғы. Бұл құрылғыда вольтметр, амперметр және ом метр секілді өлшеу біріктері біріктірілген, яғни амбивап мультиметр. Оны өлшеу сынағы деп те атап жатады. Мультиметрдің жалпы қолданыста екі түрі бар. Сандық және аналогтық мультиметр болып екіге бөлініп жатады. Енді оның айырмашылығын айтып, уақытты босқа созбай ақ қояйын. Бұл мультиметрмен қалай жұмыс жасау керектігін түсіндіре кетейін. Алдымен бұнымен таныса кетейік. Бетінде дисплей болады, яғни өлшем бірліктерін көрсетіп тұратын. Содан кейін жарық, яғни түнгі мезгілде жұмыс жасаған кезде экранның мына дисплейдің жарығын қосатын кнопка бар. Сосын қосу айыру кнопкасы. Ортасында механикалық өзгерткіш бар, яғни мына өлшем бірліктер міне барлығы көрсетілген. Мына жерде стрелкасы бар, сонымен керек өлшем бірлікке қойып аламыз. Қосу кнопкасы, міне үстіне дисплейден параметрді көрсетіп тұрады. Астында жалғануы, мына қара шнуры, яғни қарасым ком дегенге жалғанады. Бұл яғни жерлендіру. Земляда 0 болып есептеледі. Минус деп айтады, яғни теріс. Қызыл неге жалғаймыз? Ұяға. Үстінде В. Кернеу үстінде, сосын тағы кедергінің белгісі тұр. Сосын миллиампердің белгісі тұр. Яғни осылардың барлығы қызылды осыған жалғау арқылы тексереміз. Егер кернеу тексеріп атқан 200 миллиамперден жоғары болған жағдайда, яғни үлкен тоқтарда қызыл 10А дегенге жалғанады. Бұны енді көп біздер пайдалана бермейміз. Мінеке бетінде танысайық белгілеріне. В. Бұл тұрақты тоқ, қасына тіке тегіс сызық тұр. Тұрақты тоқ, яғни постоянный напряжение. Бұл жерде бұл бөлікпен аккумулятор, батарейка, блок питаниялардан жаңағындай қуат блоктарынан шығып тұрған сымдарды, яғни минус плюсті 12 вольт, 3 вольт, 24 вольт, 48 вольт солай тексереді. Осы жағымен В дегенмен, яғни қасына тіке сызық бар. Бұл тұрақты тоқ, тұрақты кернеу, постоянное напряжение. Одан кейін В қасында ирек сызық бар. Бұл айнымалы кернеу, бұл переменный напряжение, бұл яғни 0 мен фаза. Үйге келіп тұрған 220, 380 деген сияқты жоғары тоқтарды тексеруге. Одан кейін ампер бар, тоқтың күшін тексеретін. Одан кейінгі тоқтың, яғни кабельдің үзігін тексеретін. Раздвонка, яғни. Одан кейін кедергіні тексеру, 200К, 20К. Бұның жұмысы жалпы қызметі осы енді. Жаңа көрсете кеттім, кедергінің белгісі мынандай сопротивление, орысша айтқанда. Айнымалы тоқтың белгісі міне В қасында ирек сызық тұрады. Бұл переменный напряжение. Бұл яғни 220, 380, яғни 0 мен фаза. Кейбір мультиметрде мына ASF деп тұрады, кейбір солай белгіленеді. Содан кейін В тіке сызық, үзіксіз тіке сызық, бұл тұрақты кернеу, постоянное напряжение. Бұл аккумуляторларда, яғни батарейка, минус плюсті тексереді, бір сөзбен айтқанда. Оң теріс электр желілерін тексереді, тұрақты. Кейбір мультиметрлерде мынандай DS, V деп осылай белгіленіп тұрады. Одан кейін тоқтың күші.
Содан кейін кабельдің үзігін тексеру осындай міне белгімен белгіленеді. Прозвонка провода жаңа көрсете кеттім ғой. Мінеке. Осылай қысқаша таныстыру бұл. Енді ары қарай жұмыс жасап көрсетейін. Мінеке, айнымалы кернеуге, яғни переменное напряжение 500-ге қойдым. Бізде мысалы үй жайларға келіп тұрған көбіне 230-220 вольт тоқ. Сондықтан мен 200-ге қойсам, ол көрсетпейді. Сондықтан одан көбін алам көбіне. Жалпы айнымалы кернеуде тексергенде осы ең көбіне қойып тексерген абзалырақ. Мінеке, мысалы бізге розетка келіп тұр. Мына жалғанды, содан кейін қызыл мен көк. Тексерем ұясына салып. Мінеке, 232 көрсетіп тұр. Яғни бізге мына келіп тұрған кернеуді көрсетіп тұр. Экранды өзі шығарып тұр. Осылай тексеріледі. Алдық. Келесі көрсетілуі қысқаша түсіндіре кетейін. Бұл мен енді тұрақты кернеуді тексеруді көрсетем. Мен 20-ға қойайын. 20-ға мен тексеріп отырғаным 24 вольттан аспайды, өзі тексеретіндерім барлығы. Сосын 20-ға қоям. Мысалға аккумулятор. Аккумулятор қызыл плюсте отырады. Сосын қара минуста отырады. Аккумулятордың өзінің оң терісі бар ғой. Плюс, яғни минус қосу алу деген сияқты. Аккумулятордың қуатын көрсетіп тұр бойында. 11,58. Жалпы бұл толық заряд болғанда 12 көрсету керек еді. Аздап кішкене қуат азайған. Енді тұрғаннан көптен жұмыс жасамай қуат азайыпты. 11,58 вольт көрсетіп тұр. Немесе мұнда кішкене батарейкалар бар ма? Оларды тексеруге болады. Сыртында 6 вольт. Сыртында солай жазылып тұрады. Бірде 6 вольт. Осыны тексергенде плюсіне қызылды, қарасына минусына қараны тегізіп тексергенде бірде 6-ны көрсетеді. Егер одан аз болса, яғни батарейка жұмыс жасамайды. Егер 0 болса, жұмыс жасамайтындығы. Содан кейін дағы қысқаша көрсете кететін ол кедергі. Кедергіні 20К-ға қойын, яғни сопротивление. Менде мінеке мынандай резистор бар. Резисторлерді көбіне тексеруге жақсы кедергі деген. Мінеке резисторды екеуіне екі басына тегізіп тексеріп тұрмын. 0,67 Ом көрсетіп тұр. Осылай резисторлерді тексереді. Диодтарды тексеруге болады. Енді оларды көп қолданыста бола бермейді ғой. Күнделікті үйдегі қолданыста основным, яғни ең маңызды нәрсе осы тұрақты тоқ пен айнымалы тоқты тексеру және прозвонка, яғни үзігін тексеру ғой кабельдің. Үзігін тексеруді көрсете кетейін. Қоямыз. Қойғаннан кейін мына екеуін бір-біріне тигізген кезде, яғни үзік жоқтығы жөнінде сигнал беретін. Яғни мына комнан шыққан, мына вадан қызылдан шыққан сигнал дабыл мына қараға келді. Үзіксіз келді да. Яғни ешерде үзілген жоқ. Айырдан үзілді. Тегізген қызылға үзілді. Тегізген сол сияқты тоқтарды тексерген кезде екі басына тегізсең, бойында үзік болмаса, бойында үзік болмаса, сонда мынау шыңылдайды. Кез келген проводтың, кез келген кабельдің екі басына тегізесің, бойында үзік болмаса, осылай дауыс шығарады. Бір басына тегіздім, екінші басына қараны тегізем. Міне. Мына проводтың бойында үзік жоқ. Тұрақты келіп тұр. Егер үзік болса, ол бетіп дыбыс айырылып қалады. Осылай бауырлар. Кішігірім видео нұсқаулық түсірген. Бәлкім керегі олар. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесіде тағы да жақсы видеолар шығады.